Жаке, осы сенде не арман бар? Менде ешқандай арман жоқ. Менде нақты мақсат бар. Қойшы, мақсатты жасау керек қой, оны ойланатын ешнәрсе жоқ қой. Иә. Қазір сол жолдамын ғой. Өзіңде қандай арман? Менің арманым сол. Бостандықта өмір сүру ғой. Мысалы, Америкада 13 жылдан бері тұрамын, иә. Мысалы, бір қызық жері, біз бәрін білеміз да. Ақылдымыз, оқығанбыз. Бірақ жай өмірді рахаттанып жүре алмаймыз ғой. Біз білмейтін ол қандай құпиясы бар рахаттанып өмір сүрудің? Оның құпия ешнәрсесі жоқ. Мысалы, қалада тұратын адамдар үшін табиғат ол барлық елде рахаттанатын жер да. Сол күні ереуіл атқа ер салмай-ақ, егеулі найза қолға алмай-ақ, қысқасы біз көп ойланбастан жолға шығып кеттік. Ескерту, бұл ешқандай да көркем әлде деректі фильм емес. Бұл менің және Талғат достың ойынан туған қарапайым қыдырыс. Талғат мырза сонау Америкада жүргенде визуал тұрғыда көз алдына елестеткен армандаған ойларын іске асырды. Ол 2 мотоцикліне кезек мініп, өзін кинода жүрген кейіпкер сезінді. Баламысың деген. Отанымның орнығып кең төріне айналасын ақтаулар көмкеруде, жаралғандай жетісу ертегіден еркелейді жетісу ерке күнге деп Мұқағали ақын жырлаған жетісудың көрік жерлерін көрмек мақсаттағы біз Түнғата ауыл іргесіне іліндік. Ұзақ жүрдік. Сұмдық ұзақ жүрдік ше. Или солай түн сондай ма? Солай көрінген шығар, просто егерде. Мына сөйлеп отырған жігіттің өзін танымасаңыз да сөзін тануыңыз мүмкін. Сөз болғанда енді мына кадрларды көрген шығарсыз Инстаграмнан. Автор осы жігіт. Баяғының бүркітшілер секілді адам ғой. Бірақ қолына қондырған қыран емес, дрон. Есімі Аяз. Санасы таяздарға ұқсамай өзімше топшылап көрейін. Дәуде болса, Аяз Бетбаевтың құрметіне қойылған шығар. Міне. Аяз Бетбаев. Екінші адам тауып отыр. Біздің ауылға келген ғой. Сөз атам мен апам ол кісінің естін тыңдап, сөзіне толған ғой. Аяз деп қойған Аяз Бетбаев. Жол не саған Энди Уорхолдың бургерді айнаға қарап жейтін бар ғой. Ескерсіз ба? Иә. Тура сондай эффект болды жаңа жолда. Сіздер арттарыңыздан келе жатырмын ғой. Тау, жол, мысалшы. И сіздер ішінде отырып ондай пейзаж көріп отқан жоқсыздар да. Мен келгенше андай болдым, андай бір жүрмеген жол ғой. Напряжениеде болдым ба кішкенеше. Шаршап қалдым кішкене салып бер. Резко повороттары болды ма? Өте 90 градус, 180 градустық бұрылыстар болды ғой жаңа. Бір кезде сол жақта келе жатқан ауыл айналып оң жақта болған. Сөйтсек оған айналып тағы былай кірдік қой, Жалаңаш деген ауылға ше. Иә. Ауылға келгендей болды тура. Өз үйіме келгендей болды ғой. Қай жерде отыр екен? Пол неде тұр ма? Біз қазір Көлсай маңындағы Саты ауылына келдік. Кешкі ас ішеміз. Одан кейін ертеңнен бастап табиғат аясында тамақ істеп ішеміз, қыдырамыз, демаламыз деген жоспарымыз бар. Сол жоспар бойынша жұмыс істейміз. Солай ғой, Таке? Дәл солай ғой, Жаке. Дүниежүзілік туризм ұйымы түзген 2023 жылға ең үздік туристік ауыл тізіміне енген Саты елді мекенінде ұйқымыз әбден қанды. Сөз басында Талғаттың 2 мотоцикл жайлы айтып ем ғой, өтірік болмасын енді көрсетіп қояйын. Міне біреуі Дарли Хевитсон, жоқ, Харли Дэвидсон. Екіншісін танымадым, танысаңыздар жаза кетіңіздер. Мұндағы жұрт іс қамын әлде қашан кірісіп кетіпті, ал Талғат дос теміртіл парной атты. Аяз оған мініп көрді. Сосын таңғы ас іштік. Мысалы, Алматыдан сағат 9-да Көлсайға қарай шығатын бір точка болу керек та. Мысалы, мен 2 адам болып шығатын болсақ, бізге такси жалдау қымбатқа түседі ғой. Дұрыс па? Кәдімгі маршрут сияқты ғой. Сол сияқты, бірақ Көлсайға қай уақытта Көлсайға жетіп алатынын білу керек та. Сосын онда келген адам кешкі сағат 5-ге дейін осы бір остановкада тұрса, попуткалар алып кетеді мысалы. Бірақ ақысы уже төмен болады да. Саты ауылында туристер күтетін қонақжайысын алғаш жолға қойған Сесек деген кісінің үйіне бардық. Ал осы жол Талғат өзін журналист рөлінде сынап көрді. Ыстықкөл өшірден басталады. Мына жерде қырғыздың күрме сатысы. Оларда да саты. Қырғыздар ашаршылыққа ұшыраған жоқ қой. Әсіресе осы қазақтарды қырып жіберді да. Сол кездегі қазақтардың саны 6 миллионнан асады екен. Бұрын бүйтіп асып түсіп, қырғыздардың бәрін бері жайлауда жататын. Ауылда жүретін. Біздің сол кездегі әлгі 80, 70, 60 жылдардағы жеңгелеріміздің бәрі, шешелеріміздің бәрі қырғыз. Мен әдетімше айналаны қарап жүрмін. Қазіргі сәнге айналған ұғымша айтсақ, бұл менің уақытым.
Кім сенің атыңды айтып жүрмін? Атыңды айтса, қошқар. Түсің ба, мен саған алма бердім ғой қазір. Мына иттің баласы бар ғой, иттің баласы ма? Қалай? Қошқардың баласы. Тым жақсылық түсінбейді екен. Жеңдеп тұрсың ба мені? Кел суретке түсемін сәл, қара, қошқар, суретке түсемін. Сен естелікке суретке түсемін. Жарайды, осылай түсемін. Шыңғыс ханның несі жаңағы әскери қазақтар ғой негізгі. Кейінгі біздің хандардың бәрі Шыңғыс хандар тұқымы. Басқа халықтар жоқ ондайды. Мынау ағылшын сорттар. Кейін әкеп отырғызған. Алма ғой бұл, Иә, алма бәрі. Мынау не? Жаңағы американка. Иісі прям. Иә, енді бұл экологиялық таза алмалар ғой, ешқандай дәріленбеген. 60-шы жылдардағы, 70-ші жылдардағы таза апорттар бар. Мынау ма? Мынау, оны жинап алдық. Үйде сақтап отырмыз қазір. Ағаштыққа қойып болмайды. Апорт өте не ғой, сезімтал. Титтай ұрылды, әйтпесе қарғаның тұмсығы тиді, шірейді. Шірей бастайды. Тұрған жерінде шірей береді. Тұрған өскен жерінде, соған жеткізбей алу керек. Енді бір алма қапты. Апорт па бұл? Расында Сейсек ағаның алма бағаның иісі де атмосферасы да ерекше. Мына балара. Сырдың кезінде, совхоз колхоздың кезінде бұлай сыртынан қызығатым. Кейіннен енді бір айналыссам деген ой болды. Сол енді осыдан 4-5 жыл бұрын іске асты. А дегенде 4 омарта алдым. Істедік, өйттік, бүйттік, 20-30-ға дейін жетті. Биыл мына 23-ші жыл қиын болды ғой, қыс. Қысқатты ол ма? Біраз қырлық болды. Ауылда менен басқа 3-4 жаңағы жанұя ұстайтын, олардікі жоқ қазір, қырлық болды. Менде қазір 16 омарта жұмыс жасап тұр. Өлген адам тірілтетін шөптер бар, дәрілік шөптер. Соның барлығына жинап келеді ғой. Қарағайын, малина, жусан. Ең бірінші бізге көмек берді жаңағы Европалық қор. Инвестиция салды. Мен өзім 4 төсек алдым, холодильник алдым, 20 мешок цемент алдым, басқа пастельдер берді, көмектесті. Шайын төңірегінде туристті қалай қабылдау керек, тамақты қалай жасау керек, Алматыдан жаңағы аспаздарды әкеліп мастер-класс өткізді бұлар. Қандай оның өлшемі қандай болу керек, қанша грамм, неменеге не қосады, қалай жасалады. Жөні жоқ жаңағы дарақылыққа салынбау керек. Қалай қарсы алу керек, қалай шығарып салу керек, бәрін үйретті. Бұрын осы Алматы облысының төңірегін ғана білетінбіз. Қазір бүткіл Қазақстан келеді. Әсіресе Ақтау, Маңғыстау, Қызылорда, Чимкент дегенде, мына Хотан Қарағай жақ, солтүстік шығыс жақтағы Қазақстан бәрі келеді. Кезінде болды. Ой, көрінген елдің кірін жумаймыз, боқсы деген тазаламаймыз деген. Солардың қазір бәрі қабылдап жатыр. Ауылда 300 жанұятын болатын болса, содан 200-ден аса семья қонақ қабылдайды қазір. Бұл үйде шамамен шай қайнатын уақыт болдық. Ол кезде күнде арқан бойы көтеріліп қабеді. Ал біз қазір онда Қайыңды көліне барамыз. Қабаға жаңбыр құйды. Егер мені бардың рахат іздеп ауылға, содан кейін табиғатқа шықтым дедім. Аяғысы жаңбыр жауып кетеді, қар болады, боран болады, түрлі табиғи факторлар бар. Өзің ойлағандай болмай қалса не болады?
дәл содан қорқады ғой. Енді ол не, саяхат деген жалпы кез келген жағдайға бейімделе білу ғой. Мысалы сен үйіңдегі ойынмен шығатын болсаң, онда ол саяхат емес та. Саяхат боранда да қалдың, жаңбырда да қалдың, керемет емес па? Сондай көктемде келемде керемет шығар енді, бірақ мен нақты жоспармен жүргенді жақсы көремін. Сондықтан жоспарға кедергі келтіретін нәрсенің бәрі мен үшін антагонист, жаман кейіпкер. Біз Көлсай көлдерінің жағасына шуақты күннің нұрына шомылып отырамыз деп ойлағанбыз. Аяқ асты жаңбыр жауып, қарға кеш қарға тоңыртай күн райы күрт бұзылды. Яки жаңбыр жауып кеткеніне көңіліңіз не толқан жоқ па? Жоқ, нормально. Болады. Бастысы демалыс қой. Өзгертіп алдық та, планнан бұрылып кеттік, бірақ сол жерден де бір өзімізге қызық тауып алып отырмыз да. Бастысы енді ауылдың атмосферасын сезіну, адамдармен араласу. Жалпы енді біз қалада жүргеннен кейін, содан кейін әлеуметтік желіде түрлі негативтер көп. Сондайларды көріп аламыз енді. Сол ауыл бұзылған деп айтады ғой, ауылдың халқы қонақжай емес баяғыдай. Қаладағы стереотип сол жағы бір-екі бұзықтардікінен шығатын шығар сол жаке. Сондай. Ауылдан бір-екі бұзықты көріп алады да, содан бүкіл ауылды солай ойлайды да. Ал барып көрген кезде өзіміз де көріп отырмыз ғой, кешеде, бүгінде мысалы. Қандай қонақжай да? Иә. Көтере алмасаң үстіндегісін алып қой да, астындағысын алып кет. Қызық жері, біз дүние жүзінен көп мемлекеттердің ауылында бәрі сондай да. Ақкөңіл. Америкада да, Азия мемлекеттерінде де, Жапонияда да, ауылдың халқында табиғатқа жақын да бұлар. Бұл екінші күн еді. Біз келесі бір үйге қондық. Ал ол кісілер бізге деп арнайы мәнті пісірді. Бейне бір осы үйдің мүшесі құсап отырмыз. Үй иелері де бейтаныс жандарға дәм ұсынып, төрінен орын беруге үйреніп алған сыңайлы. Әрине ол үшін ақы төлейміз. Енді бағаш жайлы ақпарат дастархан басына сұрау ұят болар. Көшеде жолыққан көрші кісі айтсын. Сүткісіне қанша? 7.000-нан аламыз. Әлгі тамақсыз 5.000. Жатын орын 5.000 ба? Қайыңды осы Көлсай көлінің арқасында біз әйтеуір жамбарып отырмыз. Оған енді тәуелді емес па, просто халық соған енді бейім болды. Енді ауылдың жағдайы, состояниесі нормально, жақсы. Жақсы ауыл екен, мен байқадым енді. Өзің байқадың ба, нашар адам жоқ. Айкараван деген сонда бұл не? Қысқаша бір айтып беріңізші, бір сөзбен. Айкараван жеке бұл жолаушылар мен ауыл тұрғындарын жалғайтын көпір. Халыққа пайдасы біздің еліміздің таңғажайып табиғатын қолжетімді түрде аралап, сонымен қатар еліміздің тарихын зерттеп, жергілікті тұрғындармен сұхбаттаса алатын бір мүмкіндік. Бұл идея 2021-де келді, соны 3 жылдан бері жасап, енді іске асты. Сайтын жасадыңыздар ма? Бұл сайт болғанда үлкен платформа, жай ғана сайт емес, сол жаңағы жолаушыларды, ауыл тұрғындарын, сонымен қатар кіші бизнестерді байланыстыратын үлкен платформа. Бірінші ауыл тұрғындарына қазір жеткізу керек, үйде отырып, сол барыңмен табыс табуға болады да. Ол қазір міне Көлсайда уже жүріп жатқан дүние, бірақ көптеген ауылдар оған әлі сене қоймайды. Қазір енді ауыл тұрғындары платформаға тіркеле алады. Сосын өзінің үйінде қазақтың жаңа құдай қонақ концептісінде жолаушыларды, саяхатшыларды, немесе жаңа кез келген түнеуге мұқтаж болған адамды өз үйінде қазақтың құдай қонақ стилінде күтіп, тамағын беріп, қосымша табыс таба алады да. Ары қарай бұл ешқандай бізге жаңа өкіметтің көмегі ондай қажет емес. Себебі ол онлайн, бәрі телефонда болатын нәрсе.
телефонда отырып бір-бірімен хабарласа алады. Ал ақшалай жағын, енді бұл тек қана туризмді дамыту емес, бұл сонымен қатар экономикалық қозғалыс болады да. Мысалы, қаланың адамдары демалыс күні қайда барарын білмейді, қорқады. Сол кезде ауылға барып, әр ауылдың вайбын, табиғатын зеріктеп, әр ауылға ақша қалдырып кетеді. Күн қайда асығады, немде күш күннің нұрын жасырады, қызарып соңғы сәуле шашырады. Мен мына қайыңның бастары не болғанын түсінбей тұрмын да. Оларға не болған? Желмен құлаған ба, алып тастаған ба? Білмеймін соны. Табиғат бір күнде үлгермейсің ғой, сезін. Минимум бір күн, 2 күн жатқан кезде, сол кезде барып сезіне бастады. Мен өзім жалпы ше, қыдыруға, бір жерлерді аралауға, активті туризм дейді ғой, өте жоқ адаммын негізі. Білмеймін, ерінен ба, менде бір жалқаулық бар ма осы. Не үшін оны телевизордан көре салу керек қой деп, сондай менде ой болады да. Бірақ мен осы өзім тәуекелге бел буып шықтым ғой енді осы Қазақстанның төңірегінде осы көрейікші деп. Бірақ маған бұл жақсы экспириенс болды. Өйткені жалпы енді біз бәріміз ауылда өстік қой. Бірақ негізгі қазіргі өмір салтымыз қалаға тән. Кино түсіреміз, қалада жүреміз, кофе ішеміз, үнемі жаңағындай бір кинотеатрлар, сауда орындары деген сияқты. Бұның бәрі адамды тек қана тұтынушы психологиясына қарай икемдеп жүреді. Сен үнемі тұтына бересің да, ал сен табиғатқа шыққанда сен бірдеңе беруің керек. Сен табиғаттан бірдеңе аласың, және оған бірдеңе беруің керек. Ал табиғатқа бірдеңе беру дегеннің ең жақсы көрінісі ол не істеу? Табиғатты ластамау ғой. Қандай сұлу да жеке. Иә. Ешқандай нәрсе, мысалы, адамның ойымен ана қайын былай өсті екен деген жоқ қой. Өзі өскен, сонысымен сұлу да. Өзіңіз айтқаныңызға келсем, мен қалада біз әбден басқа компаниялардың маркетингіне бағынып қалғанбыз ғой. Солар бізге өмір создавать етіп берген ғой. Дұрыс па? Шөлдеп тұрсаң, мынаны ішу керексің, уже рекламадан неден көріп аласың да бәрін. Ал мұнда прям просто тұр да. Вуди Алленнің бір керемет сұхбаты бар, ол кітабында да айтқан ертеректе. Табиғат ана дейміз ғой, қадірлейміз ғой. Бірақ бұл жерде адамда мынандай бір саналы қарым-қатынас болу керек табиғатпен. Табиғат ешқашан адам баласын аямайды. Табиғат өте қатал. Сен табиғаттың аясында тамақсыз қалып көр. Негізі егер епсіз болсаң, табиғатпен жақсы қарым-қатынас жасай алмасаң, өлесің. Немесе табиғат дегеніміз ондағы аң-құстар, жыртқыштар. Адам баласын аямайды олар. Мысалы, «Человек гризли» деген деректі фильм бар. Жаңағы жабайы тағы аюдың дос қыламын деп ойлайды да автор. Ақырында соның өзін өлтіреді, жеп қояды. Деректі фильм бар сондай. Адамды жеп қоя ма? Адам жеп қояды. Дэнни Бойлдың бір 127 сағат деген бір фильм бар. 127 қойдым мен атауы. Сонда жаңағы адам жалғыз өзі табиғатқа шығады да, велосипедпен сөйтіп бір жарыққа қысылып қалады. Сөйтіп өліп қалады болды сол жерде. Табиғат өз мінезімен жүреді, адам соған бейімделеді ғой. Бейімделеді. Адам өзінікін жасауға болмайды. Қалада бізді наоборот қой. Мысалы өткенде бір жаңалықтардан көргенім, араб елдері ішетін суды қазір мынау солтүстік жақтан мұзды тасып жатыр. Айсбергтен тасып жатыр деген сондай бір не бар, иә. Ана National Geographic'та бір фильм бар, деректі фильм соған байланысты. Мысалы, былай көшеде жүрсең ойламайсың ол, иә, бізде мысалы суды қараш қандай, ішетін суда. Біздің табиғат жайлы үстірт әңгімемізге түсіне алмасаңыз, алдағы болатын керемет процессті тамашалауға шақырамын. Табиғат аясында дәмді тамақ істеп ішу деп мен атап жүрген атам заманнан бар болса да өзімдік етіп меншіктеп алған шаруа осы. Жеке осы мына нәрсені мен түсінбеймін бар ғой. Біздің елден туристер мысалы Дубайға барады. Сосын сол жерден жаңағы крузакқа отырады. Бір салонға $300-400 төлейді. Барып 1 сағат 2 сағат айналдырып келеді құмға. Енді келеді де тура сол құм бізде бар да. Сол машина бізде де бар. Бірақ сол машинаға мысалы $100 төлеу үшін жыр болады да. Ана жақта 4 есе қымбат қой. Соған ырзашылығымен береді. Сол суретке түсіп риза болып қайтады да. Неге өзіміздің мысалы халыққа ақшаны жаңағыдай қимайды да, саудаласып соңғы тиынына дейінше. Неге деп ойлайсың? Мен түсінбедім, соны түсінбеймін. Енді қазақ айтады ғой, ауылдағының ауыз сасық дейді. Бұл бір. Содан кейін екінші бізде сондай стереотип қалыптасып қалған. Бізде Қазақстандағы барлық нәрсе өзіміздікі болғаннан кейін ол тегін болу керек. Советтік кезіндегі бір психология жатқан болуы мүмкін. Бір масылдық психология бар ғой жалпы. Оны жасырмау керек та, бізде бар әлі күнге шейін. Ол менде де бар мысалы кейбір жағдайда. Неге ол менің көлім, менің жерім, мен неге бұған төлеймін? Менде де бар ол нәрсе кейде. Ол кемшілік деп ойлаймын. Монополия деген дүние бар. Әдемі жерлерде, кейбір жерлерде бір ақшалы адамдар бір басып алған деген бір информация бізге сіңген да.
қарапайым халық неге қызмет еткісі келмейді ғой. Иә, ол ақша шығарғысы келмейді. Иә. Осы проблема ғой. Осы проблема, иә. Және бұл проблема балалайды ғой. Бұл ауылдағы адам мына тегін жатқан нәрсесіне мен немене ақша төлеймін деп. Алда компьютер беріп, көрсетіп алғысы келеді. Иә. Осыдан да болуы мүмкін да. Иә, келісем жеке, келісем. Кезекте Википедиядан дәл қазір оқып алып, әуелден білетіндей ақылдымсып тұратын рубрика. Қайыңды көлінің маңында аңқұстардың 197 түрі бар деп айтады. Оның ішінде орманды мекендейтіндей 82 түрі бар. Және еліміздің қызыл кітабына енген сүтқоректілердің 6 түрі және құстардың 13 түрі. Сондай-ақ сілеу үсін бар екен, тянь-шан аюы, арқар, түрлерінде аңқұс көп. Сондай-ақ Homo sapienстің міне 3 өкілі Қайыңды көлінің маңында қазір демалып жатырмыз. Жігіттер қалай? Ау, машине ғой. Машине ма? Джеки Чан кітабында бір қызық нәрсе айтады да. Мен дейді, жалғыз өзім тамақ ішкен кезім жоқ дейді. Осыдан бірнеше жыл бұрын мен достарыммен қыдырғаныма 16 миллион доллар жұмсайтын дейді жылына. 16 миллион доллар. Сонымен туысқандарым, әйелі бала шағам, ол да шығыс халқының өкілі ғой. Ренжиді екен, сен не деген ысырапшылсың деп ше. Сен онсыз да анаған сыйлық бересің, мынаған сыйлық бересің, анда ең болмаса тамақтан кішкене эконом жасасашы деп. Ресторанға барады екен, бұлар жаңа тамақ ішеді, көп алады. Енді қымбат ресторан достарымен. Сон бір күні бір жылы бұл айтады, шешеді ғой. Мен эконом жасайын, үнемдейін дейді да. Сөйтеді да жаңағы күнде кешкісін достарымен қыдыратын еді, қазір қыдырмаймын дейді. Үйде істейтін ісім жоқ, ішім пысады дейді ғой. Барып студияға барамын да, ішім болмайтын бірдеңелер монтаждап, жаңағы монтажерлардың миын ашытып, анаммен жұмыс, сценариймен жұмыс істеп сөйтемін дейді. Тек қана жұмыс, қыдырмаймын дейді. Сөйтіп бір жыл сөйттім өз-өзімді әрең шыдадым дейді. Сөйтіп бір жылдан кейін қарасам дейді, бар болғаны дейді да. 8-ақ миллион доллар экономдаппын дейді да. Сосын 8-ақ миллион доллар деген не? Осыған бола өмірімді қилаймын ба деп қайтадан кеттім дейді. Сосын ол мынандай дейді, мен дүкенге барамын да дейді да. Көрсем мысалы көп заттар тұрады ғой. Ананы бер, бәрін сатып аламын дейді. Оған маған көбісі керек жоқ дейді оны. Маған өлшемі де келмейді. Жаңа киімдердің өлшемі сай келмеуі мүмкін. Бірақ мен алып жатқан кезде ана жақта так Талғат бар ғой, Талғатқа киім беремін. Так мына жақта Аяз бар ғой. Аязға беремін деп, сосын таратамын дейді сосын адамдарға. Біз енді Қытайға таңғаламыз ғой киносына, иә. Қытайдың киносын көрдіңдер ме? Қандай керемет режиссерлар бар. Сол кітабында жатып біз ешқашан Голливудқа жете алмаймыз дейді. Технологиялық тұрғыдан дейді да. Біз ауылымыз жаңа Голливудтың қасында дейді. Біз ешқашан жете алмаймыз оған дейді. Біз тек адам күшімен жетеміз және біз табиғилықпен жетеміз дейді да. Олар компьютерная графикада кетіп қалған дейді. Біз жетпейміз. Біз тек адамдардың күшімен жаңа каскадерлік трюктермен таңғалдырамыз дейді. Спилбергпен кездескен кезінде бұл айтады ғой, мен сізбен кездескенге енді армандадым дейді ғой Спилбергке. Сіз менің кумирімсіз Спилберг. Ей, сен менің кумирімсің дейді. Мен технологияның күшімен жасаймын, сен өзің жасайсың ана трюктерді деп айтады. Бір-біріне қызығы. Иә. Спилберг Джеки Чан қызы, Джеки Чан ананың қызы жүр да. Өмір қандай жеке. Әркімнің өзінің жолы, иә. Боялды жасыл орман, мен еске алдым да сен. Ал, бисмилля, ас болсын. Ал, давайте. Табиғатты жеген бөлек тамақ. Былайша жіберейін ба жайға ортаға бейт. Давай. Григорий Ароновтың 1975 жылы жарыққа шыққан «Весенние перевертыши» деген фильм болатын. Сондағы Роман Мадьяновтың бала кейіпкері айтатын сөз бар еді. Мен кенет
уақыт дейтін ұғымды байқадым. Таңертең көшеге шыққам, қарғалар ұшып жүр, ағаштар бүршік жарып жатыр. Бәріміз бұны көріп жүрміз, бірақ біреуміз ойланбаймыз. Осының бәрін уақыт жасап жатқан жоқ па? Маған десең тұр, жүгір, жат, ал уақыт зымырайды, бәрін өзгертеді. Расында мына талдар, мына тау, мына аспан, мына су сәт сайын өзгеріп, құбылып барады. Өзгермейтін не бар, айтыңызшы? Табиғатта шіркін жүрген кезде небір идеялар келеді ғой. Бизнес идея да сол жерде келеді. Жақсы екен, онда мынау арман емес, мынау тез арада мақсатқа айналу керек қой. Сол үшін айкараван жасадық қой жеке. Кеттік па? Кеттік онда. Жа, осындай контент ұнаса, лайк басып, пікір жазып, бөлісіп қойыңыз. Идея болса жазыңыз, тартынбаңыз. Сәл кешіксең болған ай, таба алмайсың біріндай. Қызғалдаққа құмартсаң, дер кезінде тері біл. Қызғараққа құмартсаң, дер кезінде көре біл. Қызғалдаққа құмартсаң, дер кезінде тері біл. Қызғараққа